Біз жолға шықтық. Біздің бағдарламаның мақсаты Түркістан облысына қарасты аудандардың орталығына шалғайда орналасқан елді мекендегі тұрғындардың тұрмыс тіршілігімен танысатын боламыз. Ауа райының қолайсыздығына қарамастан, Төле би ауданына қарасты Қаратөбе ауылдық округіндегі азаматтармен және ол жердегі тұрғындармен тілдесеміз. Ал ендеше бірге болыңыздар. Түркістан облысының бірқатар аудандары миллионды мегаполистің іргесінде орналасқан. Шекарлас ауданның бірі Төле би. Жылдың 4 мезгілінде де сырттан келушілері үзілмейтін аталған жердің саф ауасы, тұмса табиғаты, бір көрген жанды өзіне баурап алмай қоймасы анық. Дегенмен біздің жобаның негізгі бағыты тек табиғатпен емес, ол жердің ахуалынан ақпарат алу. Дәл қазіргі таңда біздің тұрған жеріміз табиғаты таңғажайып Төле би ауданының орталығы. Тарихы тереңде жатқан, тірлігі қыз-қыз қайнаған Ленгір қаласы. Қазіргі таңда біздің бара жатқан жеріміз дәл осы орталықтан 40 шақырымға жуық қашықтықта орналасқан. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Төле би ауданына қарасты 8 ауылдық округ болса, соның шалғайында орналасқан Қаратөбе ауылдық округі. Қаншама ауылды елді мекенде тіршілік нәрмен қамтып отырған Балдыберек өзенінің бойында орналасқан. Құрамына 5 елді мекен кіретін округте тұрғындар саны 5-нен асады. Бізде аталған жерге жауапты әкіммен тілдесу үшін әкімдікке арнайы тоқтадық. Ассалаумағалейкум. Амансыздар ма, шаршамай? Денсаулықтарыңыз Аллаға шүкір жақсы. Өздеріңіз қалайсыздар? Аман есенсіздер ма? Жалпы біз осы елді мекенге келіп қалған жайымыз бар. Бұл келудегі негізгі мақсатымыз жалпы мемлекет басшысы ауылдағы елді мекендегі шалғайда орналасқан тұрғындардың әл-ауқатын жақсарту керек туралы тапсырмасын берген болатын. Осының тапсырмасының негізінде жалпы Түркістан облысына қарасты аудандардың орталықтарына шалғайда орналасқан елді мекендерді аралап жүрген жайымыз бар. Соның бірі Төле би ауданынан орталығынан, яғни Ленгір қаласына шалғайда орналасқан елді мекеннің бірі дәл осы өзіңіз басшылық жасап отырған Қаратөбе елді мекен екен. Қаратөбе ауылдық округіне қанша елді мекен қарасты? Қаратөбе ауылдық округіне 5 елді мекен кіреді. Олар Қаратөбе, орталығы, Майбұлақ, Қостөбе, Балдыберек, Төңкеріс елді мекендері кіреді. Аудан орталығынан қазіргі осы орталыққа шейін 45 километр. Ал енді ең шалғайымыз Төңкеріс ауылы. Ленгір менен Төңкерістің арасы ең шалғайымыз 60 километр болып есептеледі біздегі. Жалпы халық санымыз 5435. Енді халық санымызда жайлап көтеріліп жатыр. Ауылымыздың тыныс тіршілігі жақсы. Шалғайда орналасқанменен біздегі қаладағы бар жағдай біздің ауылда да бар. Суымыз 24 сағат, электр энергиясы, газбен қамтылған, жолдарымыздың бар асфальтталған. Асфальтталған жолдарымыз біздегі 90% үстіне шығады. Біздегі енді осы таңға шейін асфальт көрмеген Мерген ата көшеміз бар. Қалғандары енді ағымдағы жөндеуді қажет ететін көшелеріміз азымыз бар. Енді бұл ауданға біз ұсынғанбыз, ұлттық сападан өткен, сметасы жасалынған облыстық бюджеттен Сейітбек ата, Мерген ата, Даңғарашал көшелерімізге 214 миллионға қаржы сұрастырып жатырмыз. Енді жылдың басында бюджетті нақтылау кезінде қаралады деген бір үмітіміз бар. Сонымен қатар біздің елді мекен таулы аймақ болып көріп отырсыздар. Қазір Түркістан облысы бойынша біздің ауылда ғана қар бар. Туризмде жақсы енді етегін жиып келе жатыр. Ауылымыздың болашаққа деген үміті өте зор. Ауыл шаруашылығымен қатар туризмді де дамытсақ па деген бір өздерінде бір ой қалыптасып, енді аяқ басып келе жатыр. Түсінікті. Әкім мырза, қазіргі таңда дәл осы аудан орталығынан 60 шақырым қашықтықта орналасқан Төңкеріс елді мекеніне барып, ол жердегі тұрғындардың тұрмыс тіршілігімен таныссақ. Өте тамаша. Округ орталығы Қаратөбе ауылынан 15 шақырым қашықтықта орналасқан Төңкеріс елді мекеніне ат басын бұрдық. Шалғайда орналасқан ауыл деген атау ғана болмаса, инфрақұрылым жүйесі, интернет желісі толықтай қамтылған. Ал ауыл тұрғындарының негізгі табыс көзі мал шаруашылығы және тауды тамашалауға келгендерге қызмет көрсету. Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар? Амансыздар ма? Шаршамай, денсаулықтарыңыз? Шүкір Аллаға. Бәрекелді. Істеріңіз оңынан болсын. Рахмет. Осы жерде кәсіпкер ма? Сіз? Ауыл тұрғыны. Ауыл тұрғынымыз. Қандай жұмыс жасайсыздар бұл жерде? Біз бұл жерде ауылдың жігіттері әкеп ат мінгізіп жатыр. Мына шаналар беріп жатыр жаңа келген қонақтарға. Одан кейін мына жерде шай, кофе, тамақтармен келген қонақтар. Келушілер көп па? Келушілер өткен жылы 1000 адамға шейін жеткен еді, биыл 2000-нің үстіне шықты ғой. Яғни жыл сайын бұл жерге келушілер көбейеді. Көбейіп жатыр. Сіз өзіңіз мына баллончиктерді жалға бересіздер ма? Жалға беріледі, бәрі сатып алынып келген ғой. Осы жердің тұрғынысыз. Бұл жерде кәсіп істеп жатқан тек осы жердің тұрғындары ма? Сырттан да келе ма? Округтың тұрғындары ғой. Осы Қаратөбе округының тұрғындары.
Ал келуші азаматтар қай жақтардан келіп жатыр? Алғашында өзіміздің осы Түркістан облысынан еді, қазір Қызылордадан, Тараздан, Ақтөбеден келіп жатыр. Қазақстанның түкпір-түкпірінен келіп жатыр ғой. Жергілікті жердің тумасы ретінде ауылмен бір мақтаныңызшы. Мен енді Қазақстанның біраз жерін араладым. Осы елімізбен, ауылымызбен мақтанамыз. Қалай мақтанасыз? Екінші Швейцария деп мақтансақ та болады. Табиғатымыз, тауымыз, таза суымыз, таза ауамыз. Бұл жерде ешқандай артық газ жоқ, көмір жоқ, түтін жоқ, таза ауа, таза су. Адамдардың көңілі ақ, пейіл таза. Тыныштық іздесең тауға бар деген тәмсіл бұл жерге тән емес. Өйткені келушілердің қарасы қалың. Сондықтан мұнда тыныштық іздеген туристі көрмейсің. Бұл жерде мен квадроциклді арендаға берем және баллон сатамын. Квадроциклдің сағат қанша? Квадроциклдің сағаты 15 000 теңгеден басталады. Ал баллондардың? Баллондардың бағасы сағатына 2000 теңгеден және кішкентай баллондар 1000 теңгеден болады. Жалпы енді бұл жерде бір күндік табысың қанша? Бір күндік табыс адамның спросына байланысты болады. Егер орташа қылып қарайтын болсақ, 30 000, 20 000, менікі енді көп зат болғаннан кейін. Ал баллон сатып атқан балдардыңқы 10 000-нан басталады. Яғни демалыс күндері келушілер көп болады, Иә, демалыс күндері келушілер көп болады. Жалпы енді бұл жерде қауіпсіздік қаншалық сақталған сеніңше? Менің өзімнің техникамменен баллондардың қауіпсіздігі барынша сақталған. Біз адамдарға ескерту және қолхат алып кетеміз, сөйтеміз де арендаға береміз. Содан кейін келіп жатқан келушілердің өзі қауіпсіздікті сақтап жүретін болады. Рахмет, істеріңе береке берсін. Ауыл тұрғындары келушілерге таңмен таласа сырғанауға арналған арнайы құралдар мен ас ауқатын дайындауға кіріседі. Еңбектің арқасында тиыннан теңге құрап отырғандарында жасырмайды. Қаншадан? Лимит 3000 сағаты 1000 теңгеден болады, барлықтар. Келіп алатындар көп па? Көп, өте көп. Бүгін демалыс күн болмағандықтан адамдар сәл аз болып тұр. Демалыс күндері көп келеді? Демалыс күндері көп болады. Күнде қанша шара өткізесің? Күнне шамамен бәрі де 2-3 рет айналады ғой. Айналымда болады. Бір сағатқа лимитке кейбіреулер көп сырғанамайды, әкеп тастайды. Жасырын болмаса бір күндік табысың қанша? Құпия жеткені баға. Тек осы баллон сатасың ба, жоқ әлде тағы да басқа да кәсіптер бар ма? Биен үстін сатамыз, түрлі жаңағыда йогурт қолдан өзіміз өндіріп сатамыз, биен үстін сатамыз, боза жасап сатамыз, түрлі ғой. Квадроцикл арендовать етеміз, көп бұл жерде. Яғни келушілердің сұранысына байланысты. Иә, сұранысына байланысты. Бізде бұл көрініске қызға қарап, әрмен қарай ауыл тұрғындарының кәсібіне бет бұрдық. Бірі ірі қараның санын арттырса, енді бірі қамбарата төлін көбейтуді көздеген. Жалпы бұл жылқы шаруашылығын бастағаныңызға қанша уақыт болды? Көп болған жоқ, бір 6-7 жыл енді болды. Басында бір 15 баспан бастағам. Ол кезде мына қорабындай дайын емес, бәрі алқа-салқа, сондай осының шетінен істеп, соның үстіндегі табысыманан осы қораны ремонттап, қазір сыртқа шықсақ көреміз, ояқты да ремонттап, құда қаласа қазір 100 басқа жеткіздік қой. Барлығы осындай тайыншалар, бір жастағылар? Иә, барлығы осындай бір жастағы тайыншалар. Бұлардың барлығы етті бағытта ма қазір? Етті бағытта ғой бұлар, бәрі етті бағытта. Мемлекет тарапынан қолдау тауып жатсыз ба? Қолдау өзім ештеңе өткізген жоқ. Енді жаңағы әкіміміз айтып жатыр, биылғы жылы жаңа марафаттап, сый-сияпатын берді. Биылдан бастап қолдау көретін шығармыз деп отырық. Болашақтағы жоспарыңыз қандай? Болашақта осыларды, мынау кішкене жер мәселесі сыймай жатыр нерге. Соған кішірек жер болса, осыларды көбейтіп, заманауи қылып, сарай соғып, жер алып, сондай істесек па деп жатыр. Жалпы енді мынау кәсіппен айналысуға ниетті азаматтарға айтарыңыз бар ма? Бар, айтып та жүрмін ауылдың балдарына. Бекерге бие ұстап, оны саумайды, тауға айдайды, келеді, оның жемшеуі бар қыстық. Бізде 5-6 ай қыс қорада тұрады. Ол бір қолымнан ақтамай. Өстіп істеңдер деп айтып жатырық. Өстіп 3-4 бала қазір айналысып бастады былтырдан бері. Рахмет, істеріңіз ілгері болсын дейміз. Төңкеріс тек табиғаты ғана емес, еңбекқор халқы тыныс тіршілігімен де ерекшеленеді. Ауылда ауыл шаруашылығы жақсы дамыған. Тұрғындар негізінен егіншілікпен, мал шаруашылығымен айланысады. Көкөніс пен жеміс-жидек молдан өсетін ауылда жердің құнарлығы да жоғары. Қыс кеш шығады, бір ай ерте түседі. Үлгерімі кем болады. Сондықтан әйтеуір қолымыздан келгенше жоңышқа келеміз жерлерімізге.
кішкентай бидай егеміз, сөйтеміз де осы ауыл шаруашылық, мал шаруашылығына көшкенбіз. Мал шаруашылығының ішінде енді біз, мен өз басым осы қарамал бағытына көбірек көңіл бөліп жүрмін. Не себепті? Себебі бұны біздің өзі әкеміз осы қарамалда жұмыс істеп жүрген, әкеге көрген оқжанар деп, сол әкеміздің ізіменен осы қарамалға мойын бұрып, осыған кетіп жатқан жайымыз бар. Ірі қарамен айланысып жатқаныңызға неше уақыт болды? Біз енді ірі қарамен айналысқаныма мен өзі сәби кезімнен бастап почти осы қарамалда жүрмін. Бала кезімізде әкеміздің алдында бір 5-6 қарамал болатын. Ол кісі запперма болып жұмысқа кететін, біз осы ауылда мал шаруашылығында жүретінбіз. Содан осы қарамалды үзбей келе жатырық. Содан біраз субсидия аламыз деп әрекет жасап, анау асылдандыру бағыты бойынша біраз субсидияған бір 4-5 жыл. Аңгүс бағытында қызмет қылып, сол аңгүсті бұқаларын алып, соған жаңағы аңгүс бағытында мынау қарамалдарымыз соған қарай икемдеп жатырық. Қазір бұларды бағып жатсыз, енді бұл етті бағытқа дайындап жатсыз ба, жоқ әлде сүтті бағытта ма? Біздікі енді екі жағында да бар. Сүт, өзіміздің баяғы әулиеттіңізкелер сүтті жақсы береді. Ол сүтті алатынымыз мына бала шағаның әйтеуір нәпақасына кішкентай болса да өткізіп, содан кішкентай ақша шығарсақ деп жатырық. Ешқандай сатылымға шығармайсыз? Сатылымға шығарып жүрген жоқпыз. Енді анау керек кезінде сатылмаса, бұлай бүйтіп сатылып жатқан жоқпыз біз. Бізді жаңағы сүтімізді жинап алып кетеді. Соның жаңағы сол бағытта қызмет қылып сүтті аламыз. Қазір қанша басқа жеткіздіңіз? Менде қазір төлдейтін 26 бас қарамалым бар, аналық. Ал енді бұзау танулары тағы да 25 бас сондай бар. Болашақтағы кәсіпкердің жоспары қандай? Енді біз кәсіпкердің жоспары көп қой, армандайды. Үлкен бір ферма ашсақ, сол фермаменен жаңағы жұмыс істеп, ауылды жұмыспен қамтамасыз етсек. Рахмет. Кәсібіңіз өрлей берсін деген тілек білдіреміз. Рахмет. Негізінен Төңкеріс елді мекені Ақсу Жабағылы қорығымен шекаралас орналасқан. Округ әкімінің айтуынша, осы бір табиғаттың көз тартар көрінісі арқылы туризм саласын дамытуды жоспарлап отыр. Елді мекенде туризм саласы қаншалық дамып келеді? Туризм саласы бізде жақсы дамып келе жатыр. Мені ауыл әкімі болғаныма 1,5 жылдан 2 жылға қарай кетіп бара жатыр. Бұл сырғанақтың басталғанына 3-4 жылдың көлемінде болды. Кешегі жаңа жылдан кейінгі бір күннің өзінде 1,5-2 адамға да шейін келді деген ауыл тұрғындарының шамамен есептері сондай болып отыр. 10-15 автобусқа шейін сетра автобустары туристерді әкеліп жатыр. Ауылдың адамдары оларға жаңағыдай қызметтерін көрсетіп жатыр. Туризміміз өте жақсы дамып келе жатыр. Енді алайда бізде әлде де болса кемшіліктер бар. Бұл енді соны бөлім басшыларыменен салаларға тиесі облыстармен де ақылдасып, біз ауылымыздың табиғатымыздың тиімді пайдалану жолын қарастырсақ деп отырмыз. Қысымызды осындай сырғанақ, жазымызды жаңағыдай Шымкент қаласында қатты ыстық болған кезде, Балдыберек өзінің жағасынан жеңіл конструкциямен салынған демалыс үйлерін салып, қысымызды қыстай, жазымызды жаздай пайдалансақ деп отырмыз. Бізге мына өздеріңіз көріп отқан тау, мына Ақсу Жабағылы қорығының тура іргесінде тұрмыз. Ол да біздің Қазақстанға өте бір танымал қылып ерекшеленетін бір жолдарымыздың бірі деп ойлаймын. Ал енді қыс мезгілінде келушілерді көріп жатырмыз ғой. Жалпы келушілердің қарасы қалың. Ал енді жаз мезгілінде келетіндер көп па? Яғни тауды тамашалауға, табиғатты көруге. Иә, жаз мезгілінде де енді қыс мезгілінде деп айта алмаймыз. Соның бір 20-30% сонда келеді. Бұл ауылға бір рет келген адам Шымкент қаласынан 60 километр, 70 километр алшақтық болғанменен табиғаты бір өте ерекше. Келген адам қайталанып міндетті түрде келеді. Туған жерін қадірлейтін, ата дәстүрді ардақтайтын ауыл жастарда белсенді. Әлеуметтік нысандар жаңарып, тұрғындардың өмір сүру сапасы жылдан жылға жақсарып келеді. Тұрғындар екінші Швейцария деп атайтын Төңкеріс табиғаты мен тату тіршілігі жарасқан ауыл.